Сәлем достар, бүгін пицца жасаймыз. Бізге керекті заттарға ең алдымен 1 стакан сүт, 1 стакан жылы су, 1 қасық тұз, 1 қасық қант, және де сары май, жарты сары май қостым пампушкадан. Сосын дрожж 1 ас қасық ұнды салып, әдемі қамыр илеп аламыз. Жарты сағаттан кейін бір қайтарып қоюды ұмытпаңыздар. Қамыр көтерілгеннен кейін барлығын дөңгелетіп кесіп аламыз. Барлығын дөңгелетіп алып противенге салдым. Содан кейін барып салмасын дайындадым. Ірімшіктің барлығын осылай теркадан өткізіп, оны дайындап қойдым. Сосын колбасалардың барлығын 4 бұрыштылап турап алып дайындап қоямыз оны да. Қызанақтарды да 4 бұрыштылап турап, оны да бетіне салдым. Колбаса мен қызанақтың бетіне 2 жұмыртқаны салып, араластырып аламыз. Қамырдың бетіне майонезді және де кетчупты салып, дөңгелетіп, жағып шығамыз. Бетіне ірімшіктерді салып, сосын бағана дайындаған салмамызды бетіне салып аламыз. Достар, маған тіркелуді ұмытпайық. Біздің пиццамыз дайын болып қалды. 180 градусқа примерно 20 минутқа қойып қоясыздар. Қарауды ұмытпаймыз. Жасап көріңіздер. Сау болыңыздар, достар.